Петропавлдықтар қоғамдық көліктерге жиі өз шағымдарын жеткізіп отырады. Әлеуметтік желілерде оны айқын көруге болады. Дегенмен қазіргі уақытта халықтың сұранысын қанағаттандыру мақсатында жыл сайын автобус паркі жаңа көліктермен толығуда. Биыл да мұндай жұмыстар жүргізілді. В городе Петропавловске действует 24 маршрута, из них 12. Петропавлда 24 бағыт бойынша автобустар қатынайды. 12-сі үлкен көліктер болса, тағы соншасы микроавтобустар. 2018 жылы техника паркі жаңартылды. Барлық көліктер сапалы қызмет көрсете алады. Бірі көліктер суық, кейбірі бағыттардың таза емес қалыпта екендігіне назар аударады. Алайда су жаңа автобустарда бұл мәселелер ескерілді. Тұрғындар оны көріп отыр. Проехала в новом автобусе, очень понравилось, уютно, чистенько и комфортабельно. Раньше было и холодно было, и дуло, и грязно было, а в этом автобусе очень чистенько, красиво. По сравнению со старыми маршрутками, сейчас новые очень удобные, очень теплые, качество перевозок намного лучше. Егер жуырда автобус паркі 15 көлікпен толықса, биыл тағы 26-сы сатып алынбақшы. Бүгінде жолаушылар тасымалы қызметіне 300 техника жұмылдырылған. Олар күн сайын бағытқа шығып, тұрғындар сұранысын қанағаттандырып отыр.